Халықаралық ескерткіштер мен тарихи орындар күні 1984 жылдан бастап жыл сайын 18 сәуір күні атап өтіледі. Мерекенің басты мақсаты тарихи ескерткіштерді сақтау және мәдени мұраны қорғау. Міне, дәл осы мақсатта жуырда ғана қаламыздағы ескерткіштердің айналасын тазарту жұмыстары жүргізілген болатын. Дегенмен, рухани шаһарда ертеңгі ұрпаққа естелік болып қалатын ескерткіштердің саны аса көп те емес. Бұған дейін біршама ескерткіштер болған еді, дегенмен күн өте азайып барады. Мәселенің басын Яссауи кесенесінің жанындағы мәрмәр тастарға ойылып жазылған хикмет тақталардан бастасақ, шаһарымыз облыс орталығы атанған сәтте көзден ғайып болған аталмыш тақталар бүгінде біртіндеп орнына қайтуда, бірақ толықтай емес. Жалпы саны 42 данадан тұратын хикмет тақталарының бүгінде 4 данасы ғана өз орнын тапқандай, бірақ мәселе мұнымен бітпеді. Бабадан қалған хикметтің қалған 38 данасын жер жұтты ма? Ендігі мәселе ұлт ұстазы Ахмет атамыздың атындағы жалпы білім беретін орта мектебінде. Бұл мектептің жаңадан бой көтергені түркістандықтардың бәріне мәлім. Бір күндері аталмыш мектеп ауласында Ахмет Байтұрсынұлының ескерткіші қасқайып орын алған еді. Дегенмен, ел есінде мәңгі қалған ұлт ұстазының мектеп ауласындағы орны да көпке бармады. Бір жылға жуық уақыт тұрған ескерткіштің мектеп ауласынан алынуына не себеп болды? Мәселені білмекке мектеп басшысының өзімен тілдестік. Ахмет Байтұрсынұлы атындағы бірінші мектеп статус жинағанбыз, соған қуанып, енді ескерткіш қою бізге өзімізге мақсат тұтқанбыз. Оның үстіне үкіметтен қаржы бөлінбей, басқармай, ол жағын күтіп отыратын уақытымыз жоқ. Оның үстіне біз спонсор болайық деп келіп отырмыз ашын. Оған неге сепілсең? Давай жігіттерді бәріміз кәсіптарны осы бюджеттерге бағыттаймыз. Одан кейінгі енді келесі жылы бір жыл өткеннен кейін жаңағы баға Үндені Ахмет Байтұрсынұлы 5 жасағаны аттырын тауып бересіз. Ол лицензиясы бар ма? Жаңағы налог төлеген ба деген бірдеңе шықтырағаны мынаны аласыз деп өзіміздің бір қалтадан күнде жаңағы хабарлама жіберіп отырды. Мынау заңсыз салынған, аптасайсын деп. Қимадық, бірақ алмаса болмады. Мына мектептен береді мен болатын болсам, сізге штраф салынады. Осындай әңгіме осындай болады. Амал жоқ, алып енді өзімізге қолға отырмыз деген, әдеті заңғарсыз деген ойымыз бар деген. Өйткені мектептің алдында кесіп мектептің алдында осы біздің мектептің алдында Байтұрсынұлының бюстесі жарасады. Міне, мектеп басшысының айтар осы, еңбектеп салынған дүниенің небәрі бір жылға ғана жарағаны жанға батары сөзсіз-ақ. Дегенмен, бұны түсінер жанның жоқтығы одан да ауыр. Біз мұнымен тоқтамадық. Қаланың қақ ортасында орналасқан Саттар Ерубаев музейінің жанындағы Саттар ескерткіші. Шаһарымыз облыс орталығы атанған сәттен күні бүгінге дейін бұл мүсін өз орнынан 2 рет ауысқан болатын. Енді міне 1 метр жерді аяғаны ма білмедік, бірақ бір білетіміз мүсінді түбімен алып тастаған. Бұл мәселеге де көз жұма қарауға болмайды. Себебі шаһарымыздың ортасында тұрған музейге келімді кетімді туристердің саны да аз емес. Мақсатымен мәні ұштасқан ескерткіштердің алынып, мағынасыз бейнені сомдайтын ескерткіштердің орнынан тапжылмай тұрғаны жүрекке батары сөзсіз. Бұл сөзімізге салмақ берер мына бір мүсінге назар салыңыз. Бұл да қаланың қақ ортасы, мәні де мазмұны да тіпті ескерткіштің атауы да жоқ. Құдды бір Тераза Авиланың бейнесін сомдап тұрғандай. Ұлттың тарихын жоймас үшін ұлтқа еңбек еткен бабаларымыздың тарихын бұрмаламау керектігін ұмытпайық. Ержан Смағұл, Жаңа Тұран, анық ақпаратпен жедел жаңалық.